Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Сабаққа дайын болсаңыздар, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиһаз бөлшектерін дайындау және құрастыру. Мақсаты жиһаз бөлшектерін дайындауды және құрастыруды үйренеміз. Білім алушылар, бүгін мен сіздерге үй жиһаздарының бір бөлігін тумбаны жасап көрсетемін. Өздеріңіз білетіндей, жиһаздардың сан алуан түрлері бар. Тумба ас үй жиһаздарында, жатын бөлме жиһаздарында, кеңсе жиһаздарында кездеседі. Тумбаны түрлі материалдардан жасауға болады. Атап айтсақ, ЛДСП, МДФ, ағаш, тағы басқа материалдардан жасауға болады. Сонымен қатар, фурнитураларды адамның талғамына қарай қолданылады. Енді жұмыс жасау барысында техника қауіпсіздігін сақтауды ұмытпаңыздар. Ал енді нұсқаулық технология картаға назар аударайық. Жұмысқа кіріспес бұрын қажетті материалдарды дайындап аламыз. Бүгінгі сабаққа қолданатын материалдар олар ДСП, рулетка, сызғыш қолданамыз. Яғни енді осы дайын материалдарға біз белгі саламыз. Келесі материалдарды арнайы станокпен, арамен кесесіздер. Енді дайын болған тумба бөлшектерінің жиектерін арнайы станок немесе үтік арқылы жабыстырамыз. Соңынан тумба бөлшектерін құрастырып жинаймыз. Осы нұсқаулық технологиялық картамен жұмыс жасау барысында сіздерді мынандай критериялар арқылы бағалаймын. Материалға белгі салуы, сызбаға қарап тумба бөлшектерін станокпен, арамен кесуі, тумба бөлшектерінің жиектерін арнайы станок немесе үтік арқылы жабыстыруы, тумба бөлшектерін жинақтауы және техника қауіпсіздігін сақтауы. Олай болса, мен сіздерге тумбаның жасалу технологиясын көрсетіп өтейін. Ал енді балалар, жаңағы айтып өткендей, нұсқаулық технология карта бойынша материал таңдап аламын. Осы материалға мен өлшемдерін беремін. Арнайы рулетка арқылы өлшемдерін беремін. Шеттерінен 10 сантиметрден аламын. Енді бұрыштаманы қолданамын осы. Сызып аламын арнайы өлшеген жерімді. Мына жақтан да соны өлшеп аламын. Қажетті өлшемдерін осылай сызып аламын. Осы өлшем бойынша мен кесемін. Ал енді балалар, жаңағы өлшем бойынша мен арнайы осы станокта кесемін. Сіздер үйлеріңізде арнайы электрлі ара немесе қол аралы пайдаланып, сіздер жаңағы ағаш материалымен жұмыс істеулеріңізге болады. Келесі жұмысымыз жаңа станокта кесіп алған жиһаз бөлшегімізді біз арнайы станокта жиегін жабыстырамыз.
осы жабыстырылған осылай болып шығады. Енді сіздер үйде күнделікті қолданып жүрген үтікпен сіздер жиектерін жабыстыруыңызға болады. Және арнайы фен арқылы жабыстыруға да болады. Ал енді келесі жұмысымыз өлшемімізді алып, жиһаздың бұрғымен тесетін жерін өлшеп аламыз. Екі жағынан өлшеп аламыз. Мына жақтан 5, мына жақтан да 5 аламыз. Енді осыны біз орнын өлшен жерді біз бұрғы арқылы тез аламыз. Өстіп дайындап аламыз. Ал енді келесі жұмысымыз дайын болған жиһаз бөліктерін құрастырайық. Болған арнайы ручка дайындап оны да салуға болады әдемілік үшін.
жерге түсіріп алсам ғой деп. Өйткені биік болып кетті. Ал енді балалар, бүгінгі сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге кішігірім жиһаз түрін жасап көрсеттім. Сіздер осы әдісті пайдаланып, үйлеріңізде бар материалдарыңызбен, бар құрал жабдықтарыңызбен бір жиһаз түрін жасап, видеоға түсіріп, маған кері байланысқа шығыңыздар. Бұл бүгінгі сабағымыздың технологиялық картасын Платон жүйесіне жүктелген. Сабағым аяқталды. Сау болыңыз.